Мен бұл кісілердің өмірінен бір нәрсені түсінгенім, бұрынғы адамдар дана адамдар болғанда, олардың бір айтқан сөзі сондай бір келіп қалатын болғанда. Мысалға алатын болсақ, 2018 жылы Москвада үлкен бір жерге Чубак қажы барды, Алхамдулилля Абдушкур Дамля барды, біздің Абдуғаппар ұстазымыз барды сол жерге. Сол жерге барған уақытта Чубак қажы жылады да, не жерге барғанда. Сөз берген уақытта еріксіз көзден жас келіп жылай бастады. Мен ананы көріп тұрып, мен де жылап тұрмын да, мынау кісі неге жылап тұр? Жүрегімнен мен де жылап жатырмын. Бекерге жылап жатқан жоқ. Бірақ жүрегімнен өтіп жатыр да, жылап жатқан нәрселерді. Сонымен иншалла сол кісімен кездесу нәсіп болғанда бір сұрайыншы, осы кісі не үшін осы жерде жылады екен осы барған уақытта деді. Бірақ менің өзім ішкі ойым, кешегі анау атеистік заман басқарып тұрды ғой. Атеистік заман басқарып тұрып, кім ойлапты да? Сол атеистердің жаңа қызыл жалау ілулі тұрған жерге барып тұрып, біздің дін ғалымдарымыз барып сол жерге барып тұрып, уағыз насихат қылады депті. Міне Чубак қажы барған уақытта сол жерге барып тұрып, сол жерде халық көріп тұрып, Москвада атеистердің ортасына біздің дінімізге қарсы болған уақытта, атеистердің біздің дінімізге қарсы болып тұрған уақытта, енді орын ауысып кетіп, сол жерге барып тұрып, үлкен жерде бір уағыз насихат айтуда, бұл жаңағы мінбердің шынымен арыстандарының қолынан келетін нәрсе ғой. Жолығып сұрадым. Сол кезде сізді не нәрсе жылатты? Мен жаңа ішімнен ойлап тұрмын ғой енді сол жаңағы ана халықты көріп тұрып, міне жерде кешегі біздің дінімізге қарсы шыққан адамдардың ортасына келіп тұрып енді уағыз айтып тұрмын ғой. Сол нәрсе ішіндегі жаңа нәрсесін шығарып, толқып жылап жатқан жері ғой ана кісінің. Шынымен де ол кісі сондай болған екен да. Ол кісімен кездескен уақытта жанында бір-екі жігіттер бар еді. Сізге бір сөзім бар дедім да. Шейх Чубак қажыға айттым. Сіз қай жерде болсаңыз, біз иншалла сол жердеміз дедік та. Сіз Москваға барсаңыз, Москваға барамыз. Жәлілабадқа барсаңыз, Ошқа барсаңыз, Ошқа барамыз. Сізді яғни уағыз насихатыңызды үзбей біздің елдегілер тыңдайды деген мағынаны айтып жатырмын ол кісіге. Сөйтіп сол айтқан кезде ол кісінің көңілі босап, енді елкілдеп жылап жіберді да. Қараңыз, бұл не? Бұл иншалла жүректегі нәрсе иман. Алла тағала Құранда тағы да баян қылады да, кімде-кім менің дініме жәрдем берсе дейді да, менің оның табанын дейді да, дінде бекем қылам дейді да, менің дініме жәрдем берсе дейді. Бірақ Алла тағала біздің жәрдем беруімізге мұқтаж емес та. Бірақ Алла тағаланың өзі айтып жатыр, менің дініме кім жәрдем берсе, мен оған жәрдем берем, қадамын бекем қылам деп жатыр да. Олар иншалла біздің ғалымдарымыз